Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 11-ші сабақ. 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттамай ауызша қосу және азайтуды үйренетін боламыз. Бірінші есеп А нұсқасы. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір, қорытынды жаса. 45-ке 23-ті қосып аламыз, я? 45, 40 пен 5-тің қосындысы. 23 болса, 20 мен 3-тің қосындысы. Енді ондықтарды бір-біріне қосамыз, бірліктерді қосып аламыз. 40-қа 20-ны қосамыз, 60 болды. 5-ке 3-ті қоссақ, 8 болады. Енді 60-қа 8-ді қосамыз, тең 68 болды, я? Келесі азайту. 68-ден 23-ті азайтамыз. Бұл жерде де дәл солай. 68 дегеніміз 60 пен 8 санының қосындысы, я? 60 дегеніміз 6 ондық. 8 дегеніміз 8 бірлік болады. 23 болса 20 мен 3-тің қосындысы. 2 ондық, 3 бірлік, я? Енді ондықтан ондықты азайтамыз, бірліктен бірлікті азайтамыз. Сосын екеуін қосамыз. 60-тан 20-ны азайтамыз, 40 болды. 8-ден 3-ті азайтсақ, 5 болады. 40-қа 5-ті қосамыз, тең 45. А нұсқасы. Қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығар. Жаңағы А нұсқасындағыдай шығарып аламыз. 53-ке 36-ны қосамыз. 50 қосу 30 деп аламыз, я? Одан кейін бірліктерін бөлек қосамыз. 3 қосу 6 деп. 50-ге 30-ды қоссақ 80, 3-ке 6-ны қоссақ 9, 80-ге 9-ды қосамыз, тең 89 болды. 42-ге 34-ті қосамыз. Ондықтарын бөлек, бірліктерін бөлек қосып аламыз, я? 40-қа 30-ды қосамыз, 70 болады. 2-ге 4-ті қоссақ 6 болады. 70-ке 6-ны қоссақ, тең 76 шықты. 89-дан 36-ны азайтамыз. 80 азайту 30 деп аламыз, я? 50 болады. 9-дан 6-ны азайтсақ, 3 қалады. 50-ге 3-ті қоссақ, 53 болады екен. Яғни 89-дан 36-ны азайтсақ, 53 қалды. 76-дан 34-ті азайтамыз. 70 азайту 30, 40 қалды. 6-дан 4-ті азайтсақ, 2 болады. 40-қа 2-ні қосамыз, тең 42 болды, я? 76-дан 34-ті азайтсақ, 42 болады екен. Ондықтарын бөлек, бірліктерін бөлек, разрядтық көрсеткіштерге ажыратып, қосып, азайтып, амал есептерді шығарып алдық. Екінші есеп. Бос торкөздің орнына тиісті санды қой дейді. 20 мен 5-тің қосындысы 25 болады. 60 пен 3-тің қосындысы 63 болады. 25-ке 63-ті қоссақ, тең 88 болды. Енді 50 мен 8-дің қосындысы 58 санын береді. 10 мен 6 санының қосындысы 16. 58-ден 16-ны азайтамыз, я? 50-ден 10-ды азайтсақ, 40 қалады. 8-ден 6-ны азайтсақ, 2 қалады. 40-қа 2-ні қоссақ, 42 болады екен. 58-ден 16-ны азайтқан. Астына қарасаңдар, жаңағы 58 деп тұр, 10 және 6 деген сандар тұр. Ондықтары бөлек, бірліктері бөлек, разрядтық көрсеткіштерге бөлініп тұр, я, барлығы. Келесі бізде үшінші есеп. Өрнектер құр. 50 мен 3-тің қосындысына 22-ні қосу дейді. А нұсқасында 50-ге 3-ті қосып аламыз жақшаның ішінде, және оған 22-ні қосамыз. 50-ге 3-ті қоссақ 53 болады. 53-ке 22-ні қоссақ 75 болады екен. А нұсқасы. 90-нан x пен 9-дың қосындысын азайту. 90 азайту дейміз, жақшаның ішінде x қосу 9 деген өрнекті жазамыз. Бұл жерде белгісіз сан x болғандықтан ары қарай шығармай қойсақ болады екен. Б нұсқасы. X пен 20-ның айырмасын 30-ға арттыру. Яғни жақшаның ішінде x азайту 20 деп x пен 20-ның айырмасын жазып аламыз, я? Жақша жабылады және қосу 30 дейміз. Міне берілгендері бойынша осындай 3 өрнек құрып алады екенбіз. Келесі төртінші есеп. Төртінші есепте тура теңсіздіктерді теріп жаз дейді. 53-ке 42-ні қосамыз. 53-ке 42-ні қоссақ 95 екен. 95 96-дан кіші деп тұр, я? 96 95-тен артық дейді. Яғни бұл тура теңдік екен, дұрыс жазған. Келесі 95-тен 53-ті азайтсақ 42 болады екен. 42 12-ден артық деп тұр. Яғни бұл да тура теңдік. Бұны да жазып аламыз. Одан кейін келесі 52 артық 65 азайту 13 дейді. 65-тен 13-ті азайтсақ 52 болады.
52-ден артық емес, екеуі тең болады екен, иә? Бұл тура емес теңсіздік екен. Дұрыс жазылмаған, бұны жазбаймыз. Келесі 15 артық 78 азайту 65-тен дейді. 78-ден 65 азайтсақ 13 қалады. 13 15-тен кем. Дұрыс, тура теңсіздік, иә? Бұны да жазып аламыз. Тура теңсіздіктерді есептеп тауып алдық. Келесі 5-ші тапсырма. Амалдарды орында. 35 литрге 42 литрді қосып, одан 16 литрді азайтамыз. 35-ке 42 литрді қоссақ, 77 литр болады екен. 77-ден 16-ны азайтамыз. 61 литр қалды, иә? 97-ден 83 килограмды азайтамыз және оған 55 килограмды қосамыз. 97 килограмнан 83 килограмды азайтсақ, 14 килограмм болады. Оған 55 килограмды қоссақ, барлығы 69 килограмм болады екен. Келесі 62 сантиметрден 4 дециметрді азайтып, оған 25 сантиметрді қосамыз дейді. Бұл жерде ортасында дециметр деген көрсеткішпен берілгендіктен, оны біз сантиметрге айналдырамыз, иә? 1 дециметрде 10 сантиметр бар, яғни 4 дециметрде 40 сантиметр болады екен. 62 сантиметрден 40 сантиметрді азайтсақ, 22 сантиметр, оған 25 сантиметрді қоссақ, барлығы 47 сантиметр болады екен. Келесі 27 минутқа 60 пен 40 минуттың айырмасын қосамыз. 27-ге 60-тан 40-ты азайтсақ, 20 қалады. 27-ге 20 минутты қоссақ, тең 47 минут болады екен. Келесі 6-шы есеп. Есепті шығар. Бірінші кесіндінің ұзындығы 5 сантиметр. Ал екінші кесіндінің ұзындығы одан 2 сантиметр кем. Екінші кесіндінің ұзындығы қандай? Осы кесінділерді сыз дейді. Алдымен берілгенін жазамыз. Бірінші кесіндінің ұзындығы 5 сантиметр дейміз. Екінші кесіндінің ұзындығы белгісіз. Бірақ бірінші кесіндіге қарағанда 2 сантиметрге кем дейміз. Кем десе біз азайтамыз, иә? Шешуі 5 сантиметрден 2 сантиметрді азайтсақ, екінші кесіндінің ұзындығы 3 сантиметр болады екен. Жауабы екінші кесінді бізде 3 сантиметр. Енді осындай кесінділер сызып аламыз, иә? Бірінші кесіндінің ұзындығы 5 сантиметрлік кесінді, ал екінші кесіндінің ұзындығы біріншіден 2 сантиметрге кем, яғни 3 сантиметрлік кесінді болады екен, иә? Кесіндіні осылай екі жақ шетін белгілеп, осылай түзу сызып аламыз 5 және 3 сантиметрлік кесіндіні. 7-ші тапсырма. Амалдарды орында. 24-ке 65-ті қосамыз. Разрядтық көрсеткіштерін бөліп аламыз, е, ондықтарын бөлек, бірліктерін бөлек. 20-ға 60-ты қоссақ 80, 4-ке 5-ті қоссақ 9, 80-ге 9-ды қосамыз, тең 89. 77-ден 21-ді азайтамыз. 70-тен 20-ны азайтсақ 50, 7-ден 1-ді азайтсақ 6, 50-ге 6-ны қоссақ тең 56 болады екен. 28 қосу 31, азайту 15 дейді. 20-ға 30-ды қосамыз, 50 болды, одан 10-ды азайтсақ 40 қалады. 8-ге 1-ді қосамыз, 9 болды, одан 5-ді азайтсақ 4 қалады. 40-қа 4-ті қоссақ тең 44 болды. Енді 53 килограмға 26 килограмды қосамыз. 50-ге 20 килограмды қоссақ 70 килограм, 3-ке 6-ны қоссақ 9 килограм, 70-ке 9-ды қоссақ тең 79 килограм болады екен. 85 сантиметрден 6 дециметрді азайтамыз. Яғни 6 дециметрді біз сантиметрге айналдырамыз, е, 60 сантиметр болады. 85-тен 60-ты азайтсақ 25 сантиметр болады екен. 60 минутқа 25 минутты қосып, одан 63 минутты азайтамыз. Яғни 60-қа 25-ті қоссақ 85 минут болады. Осы 85-тен 63-ті азайтсақ, 80-нен 60-ты азайтамыз, 20 қалады, 5-тен 3-ті азайтсақ 2 қалады. 20-ға 2-ні қоссақ тең 22 минут болады екен. 8-ші есеп. Кел ойнайық деген есеп екен. Айбек пен Самат достар.
Олар 3 партия шахмат ойнады. Әр партияда кім жеңіске жеткенін білгің келсе, төмендегі амалдарды орында дейді. Яғни екі дос шахмат ойнаған екен, иә? Солардың қайсы жеңіске жетті 3 партияда? Соны анықтап алайық. Мына амалдарды орындау арқылы. 75-ке 12-ні қоссақ 87. Бірінші партияда Айбектің ұпайы 87 болыпты. Ал Саматтың ұпайы 66-ға 23-ті қоссақ 89. Яғни бірінші партияда Самат жеңіске жеткен екен. Екінші партия Айбектің ұпайы 35-ке 22-ні қоссақ 57 болды. Саматтың ұпайы 46-ға 11-ті қоссақ 57. Екінші партияда екеуі де тең болыпты, иә? Келесі үшінші партияда Айбектің ұпайы 96-дан 10-ды азайтамыз. 86 болды. Енді Саматтың ұпайы 95-тен 13-ті азайтсақ 82. Үшінші партияда Айбек жеңіске жетіпті. Есептердің барлығын осылай шығарып алдық. Сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.